Ұлттық музейдің экспозициясынан Алжир деген атпен танылған атақты лагердің 1940 жылдары тұтқыны болған Гертруда Платаис есімді әйел 1990 жылы Қазақстанға келгенде жергілікті қазақтарды алғаш рет қалай көргенін және олардың тұтқындарға қалай қарағанын айтып берген еді. Бораны ұлыған қыстың бір күнінде тұтқын әйелдер барақ салу үшін Жалаңаш өзенінің бойына қамыс жинауға шығады. Бір мезгілде қалың қамыстың арасынан маңайындағы ауылдың бір топ шал кемпірі мен бала шағасы атып шығып, әлсіреген әйелдерге тас лақтыра бастайды. Бұны көрген жендеттер, көрдіңдер ме, сендерді Мәскеу ғана емес, осы жақтағы ауылдың балалары да жек көреді деп күледі. Гертруда Платаис та басқа тұтқын әйелдер де осы оқиғаны еске алғанда балалардың әрекеті өздеріне соншалық ауыр тигенін, бәрінен бұрын моральдық тұрғыдан өте қиын болғанын айтатын. Оқиға бірнеше рет қайталанады. Тек бір күні әбден қалжырап, әлі кеткен Гертруда өзіне қарай лақтырылған тастан бұғып қалмақшы болғанда аяғы тайып кетеді де, бұрынырақ лақтырылған тастарға бетімен құлайды. Беті жерге тие құлаған әйелдің мұрнына ірімшіктің иісі келгендей болады. Сол мезет ол балалар лақтырып жүрген тастардан ірімшік пен сүттің иісі шығатынын байқайды. Жерде жатқан сондай тастардың біразын жинап алады да бараққа алып келеді. Сөйтсе, басқа көмектесер амал таба алмаған қазақтар балаларының өмірін тәуекелге тігіп, жендеттерге байқатпастан қолдарында барын, ең соңғы талғашау етер тамақтарын құртты тұтқын әйелдерге лақтырып, аштықтан азап шегіп жүрген әйелдерге қол ұшын бермек болған екен. Өйткені 1930 жылдары аштықтың қасіретін өздері де көрген еді. Тіпті кейін күзетшілерден жасырып, қамыстың арасына піскен ет, талқан, құрт, табаннан да қалдырып кетіп жүріпті. Осының бәрін көрген тұтқын әйелдер қазақ халқына деген алғыстарын өмір бойы жүректе сақтайтындарын айтқан еді. Барлық лагерлер жан төзгісіз, бірақ осы қазақстандық лагерлерде көптеген адамдар жергілікті қазақтардың себепкерлігімен тірі қалды. Олар да тұтқындар секілді аштықты, суықты, қайғыны бастарынан өткерген еді, деп тұтқын әйелдер ағынан жарылатын.